Бүгін біз жердің ішкі күштерінен туындайтын, оның бетін үнемі өзгертіп отыратын маңызды процестерді, геотектоникалық қозғалыстарды қарастырамыз. Бұл дәрісте біз жер қыртысының қалай қозғалатынын, деформацияланатынын және оның нәтижесінде қандай жер бедері формалары қалыптасатынын талқылаймыз. Сіздерге осы тақырыптың негізгі аспектілерін түсіндіріп, оның жер ғылымдарындағы рөлін көрсетемін. Геотектоникалық қозғалыстардың негізгі 4 түрін бөліп қарастырамыз. Оларға тербелмелі қозғалыстар, яғни жер қыртысының баяу көтерілуі мен төмендеуі жатады. Екіншісі, дислокациялық қозғалыстардың ішіндегі қатпарлы деформациялар, яғни тау жыныстарының майысуы. Үшіншісі, үзілмелі жарылымды құрылымдар, мұнда тау жыныстары сынып, жылжиды. Соңында жер сілкіністері, олардың себептері мен түрлерін талқылаймыз. Жер қыртысының барлық өзгерістері эндогендік күштердің, яғни жердің ішкі энергиясының әсерінен болады. Бұл күштер екі негізгі бағытта әрекет етеді. Тербелмелі қозғалыстар, олар жер қыртысын радиалды. Ал дислокациялық қозғалыстар тангенциалды бағытта әрекет етіп, жер қыртысын деформациялайды. Осы ішкі күштер жер бедерінің негізгі сәулетін қалыптастырады. Тербелмелі қозғалыстар литосфераның өте баяу, тік бағыттағы қозғалыстары. Олар тау жыныстарының бастапқы жағдайын өзгертпейді, тек кеңістікте орналасуын өзгертеді. Теңіздің құрлыққа басуын трансгрессия деп атаймыз, ал теңіздің кері қайтуын регрессия деп атаймыз. Бұл процестер ғасырлар бойы жалғасып, құрлық пен теңіз шекараларын үнемі өзгертіп отырады. Қатпарлы деформациялар дислокациялық қозғалыстардың бір түрі. Мұнда тау жыныстары пластикалық түрде деформацияланып бұзылмай майысады. Жыныстардың жоғары қарай майысқан бөлігін антиклинал деп атаймыз, ал төмен қарай майысқан бөлігін синклинал деп атаймыз. Бұл процестер таулы аймақтардың қалыптасуына үлкен әсер етеді. Тау жыныстарының бастапқы орналасуын өзгертеді. Әрбір қатпардың өзіндік құрылымдық элементтері болады. Оларға қатпарды екіге бөлетін ось жазықтығы, қатпардың екі жағындағы қанаттары, қанаттардың тоғысқан жеріндегі құлпы және қатпардың ішкі, орталық бөлігін құрайтын ядросы жатады. Қатпарлар ось жазықтығының еңістігіне қарай түзу, еңіс, төңкерілген және жатқан қатпарлар болып жіктеледі. Үзілмелі деформациялар кезінде тау жыныстары қатпарлана алмай, керісінше сынып, тектоникалық жарықтар бойымен ығысады. Қалыпты жарылымдар, жылжымалар, кері жылжымалар сияқты түрлері бар. Сонымен қатар жер қыртысының бір бөлігінің көтерілуінен горсттар, ал төмен түсуінен грабендер пайда болады. Бұл деформациялар жер бетіндегі ірі ойыстар мен көтерілімдердің қалыптасуына себеп болады. Қатпарлы және үзілмелі деформациялар жер қыртысының екі негізгі өзгеріс түрі болып табылады. Қатпарлы деформациялар тау жыныстарын майыстырады, олардың тұтастығын сақтайды. Ал үзілмелі деформациялар тау жыныстарын сындырып, бөліктерге бөліп жылжытады. Нәтижесінде қатпарлы таулар мен жарылымдар, горсттар және грабендер сияқты жер бедері формалары қалыптасады. Жер сілкіністері жер қыртысында жиналған тектоникалық кернеудің кенеттен босауы нәтижесінде пайда болатын дірілдер. Олардың негізгі себебі тектоникалық плиталардың қозғалысы. Жер сілкіністерінің бірнеше түрі бар. Тектоникалық, жанартаулық, опырылмалы және техногендік, яғни адам әрекетінен туындайтын жер сілкіністері. Бұл табиғи құбылыстар жер бетіндегі ең жойқын оқиғалардың бірі болып табылады. Жер сілкіністерін зерттейтін ғылым сейсмология. Жер сілкінісінің ошағы, яғни жер астындағы бастау нүктесі гипоцентр деп аталады, ал оның жер бетіндегі проекциясы эпицентр деп аталады. Жер сілкінісінің қуаты Рихтер шкаласы бойынша магнитудамен өлшенеді. Ошақтың тереңдігіне байланысты жер сілкіністері таяз, орташа және терең болып бөлінеді. Бұл олардың әсер ету күшіне әсер етеді. Жер қыртысы тұрақты емес, оның ішкі энергиясы планета бетін үнемі өзгертіп отырады. Тау жыныстарының ішкі кернеулерге реакциясы таулар мен ойпаттардың негізін қалайды. Біз көріп отырған жер бедерінің сәулетін жасайды. Болашақ мұғалімдер мен ғалымдар үшін сейсмикалық белсенділік механизмдерін түсіну өте маңызды. Бұл білім табиғи апаттардан қорғану және жердің дамуын болжау үшін қажет.
Бүгінгі дәрісте қолданылған материалдар және қосымша зерттеу үшін ұсынылатын әдебиеттер тізімі осы слайдта келтірілген. Бұл еңбектер геология, геоморфология және тектоника саласындағы іргелі білімді қамтиды. Олар сіздердің геотектоникалық процестер туралы түсініктеріңізді тереңдетуге көмектеседі деп үміттенемін. Осы дереккөздерді пайдаланып тақырыпты одан әрі зерттеуге шақырамын.